Ықыластылар коалициясы деп аталатын топтың жетекшілері дүйсенбі күні Украинаға қолдау көрсету мәселесін талқылау үшін Парижде жиналады. Украинаның екі ондықтан астам одақтасынан тұратын бұл топ әуе қорғанысы саласындағы ынтымақтастыққа, сондай-ақ баллистикалық зымырандарға қарсы жүйе құруға баса назар аударады. Франция президенті Эммануэль Макронның кеңесшісінің айтуынша, бұл кездесудің басты мақсаты батыс одақтастарының Украинаға қолдауы тоқтамайтынын және Ресейдің соғыстан шаршау факторына үміт арта алмайтынын көрсету. Кездесу Францияның жыл сайынғы Бастилия күнін мерекелеу қарсаңында өтеді. Елисей сарайы биылғы шеруге 6800-ге жуық әскери қызметкер жиналатынын мәлімдеді. Бұл коалиция Парижде құрылған және оған Ұлыбританиямен бірлесіп жетекшілік етеді. Ұйымның екі жаңа мүшесі Молдова мен Солтүстік Македония бұл кездесуге алғаш рет қатысады деп жоспарланған.